Бір отбасы көрдім. Құдай-ай, ұл болса да қыз болса да перзент берші деп, күндіз түні тілек тілеп отырған. Бір отбасыны көрдім. Күйеуі, Құдай-ай, топырлатып 5 қыз бергенше, осылардың орнына бір ұл неге бермедің деп налып отырған. Бір отбасыны көрдім. Қартайған шағында рахатты қыздан көрген. Бір отбасыны көрдім. 10 ұл қыз бағып өсірсе де, жанында аузына су тамызар перзенті қалмаған. Барға қанағат, жоққа сабыр деген осы. Басың иіліп, белің бүгілген шақта, бәрібір жалғыз қалатын болсаң, онда перзентіне керек. Мейлі ұл болсын, қыз болсын, жалғыз болсын, көп болсын, перзенттеріңіздің санасына берсін деп тілейік. 4-5 баласы болса да, шал кемпір болғанда, бала мен келіннің қызығын көре алмай, жалғыз тұратын шал мен кемпірлерді көрдім. Бір баласы болса да, әке-шешелерінің аяқ-қолдарын тигізбей, қан қылғандарды білем. Мен осы өмірде ең мықты қайсар, сабырлы, шыдамды, еңбекқор жандарды көрдім. Ол күйеуі бақилық болған әйелдер. Алланың маңдайына жазған тағдырына мойсынып болған, іске болаттай берік боп, күйеуінің ошағының отын өшірмеген. Балаларына жетімдікті көрсетпеймін деп, ешкімге алақан жайдырмаймын, ешкімге жалтақтатпаймын деп, жастай жесір қалса да, балалары үшін қайта тұрмысқа шықпай, күні түні демей тырмысып, еңбек етіп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, оқытып-тоқытып. Қазақта асықпаған арбамен қоян алар деген нақыл бар. Қиямет күннің жақындағанның белгісі ме? Қазір уақыт тез өтеді, таң атса күн батады. Сағат та, адамдар да асығыс. Неге екенін білмеймін. Бір жерге барғанша, бір нәрсені көргенше, бір денені алғанша асығамыз. Бәріне асығыс шешім қабылдап, артынан өкініп, бармағымызды шайнап жатамыз. Осы асығыстың салдарынан өмір бойы орны толмас өкінішке ұрынып жатқанымыз қаншама. Сонда да асығуды қоймаймыз. Асыққан шайтанның ісі дейді қазақта. Сондықтан асығып аптықпайық. Қандай іс бастасақ та ақылмен, сабырмен, жеті өлшеп бір кесіп, ой елігінен өткізіп барып, шешім қабылдайық. Қазақта ауруын жасырған өледі деген нақыл сөз бар. Ол сөз өз мінін өзгеден жасырып, жоқ боп тұрса да, бай боп көрінуге тырысатын, ішімдегінің біл, ешкімге сыр шашпаймын деп жүретін адамдарға айтылған. Ондай адамдар, мен білгенді сен білме деп, бар сырын ішіне қанша бүгіп отырса да, халық айна ғой, бәрібір біліп қояды. Қазақта айтады, жақсыныкі жария, жамандікі құпия деп. Ешбір адам баласы адамнан жасырғанды Алладан жасыра алмасы хақ. Адамнан жасырамын деп, ешкімнің ақылын сұрамай, өзім білемін деп, өкінішке ұрынғандары қаншама. Сондықтан айналамыздағы тілеулес жақындарымызбен сыр бөлісіп, ақыл кеңесіне құлақ түріп жүрсек игі емес пе? Жалғыздың үні жаяудың шаны шықпас деп неге айтты дейсіз бұрынғылар? Дүниеде не жетім, жаңбыр жаумаған жер жетім, ата қонысынан ауған ел жетім, жарынан айырылған ер жетім, әкелі жетім, арсыз жетім, шешелі жетім, ерке жетім. Өгей ана міншіл, жетім бала кекшіл, әкесіз жетім, құр жетім, шешесіз жетім, тұл жетім. Әйелдің ақылын жесірінде байқа, баланың ақылын жетімінде байқа. Жесір қатын ер болар, жетім бала ел болар. Қызғыз құсқа көл пана, жетім қызға ел пана. Жақсы қауым жесір әйелді қаңғыртпайды. Біздің қазақта қанағат қарын тойғызар, қанағатсыздық жалғыз атын сойғызар деген мақал бар. Бұл мақалдың тойымсыз, кең көмей, аш көз, тек алуды қармап, қалуды ойлайтын
тоғышар адамдарға айтылғаны сөзсіз. Осындай жағымсыз қасиеті бар адамдар бұрында болған және қазір де бар. Айналайын халқым-ау, шүкіріміз ғой, не жетпейді бізге, неге барымызға қанағат етпейміз? Шетелдегі ашаршылықта өмір сүріп жатқан халықтардай болсақ қайтер едік? Ағайын, ойланайық, тәубеге келейік дегім келеді. Егер сенің басыңда баспанаң болса, ішерге асың, киерге киімің, адал наныңды тауып жеп отыратын кәсібің болса, денсаулығың жақсы, отбасыңның аман, ұйқың тыныш болса, онда жоқ деп айтпа, сен шүкірсің. Сенде Алланың өлшеп берген бақытының бәрі бар деген сөз.